Сен тым басқа жалған біле жүр. Сен мұңайғаныңмен күле біл. Сен жылағың келсе шын егіл, өз қалауынша жүре біл, сөре білер күн. Өтер де кетер бұл өмір. Бұл өмір, біліп пен сырын, үміттен бұрын. Бұл өмір, қонардай бағы, болардай бәрі сен еді адам. Апа, мен қандай жаңалықтың келгенін білгіңіз келе ма? Не болып қалды? Қаз апа. Қараңызшы. Мынау не? Қағаз? Дұрыс қой апа. Енді ал ішінде не бар? Ой, көркенің өскір. Мен қайдан білейін оның ішінде не бар екенін? Апа, бұның ішінде бар ғой. Хат бар, хат. Бұл хат қаладан келді апа. Балаларыңыздан келді апа, балаларыңыздан. Хат дейсің ба? Иә. Әрі отыршы. Көзіңі мына ағаш кіріп кетер. Оқымайсыз ба? Айттым ғой әрі отыр деп. Оқымаймын. Оқымаймын дедім ғой. Жарайды апа. Атаңа оқып бер.
Неменеге misafirlerim жатсын? Ha? Хат келді деп. Сол хат деген бір бәле болды. Ол хатты жазғанда біздерді бір мүсіркелеп, біздерді бір жақсы көріп жазып атыр дейсің бе? Ай бала, ана поштаң ба немені? Ал кәне. Онан да дәріңді іште, жат, демал, шаршап қаласың. Хат келді деп. Екінші мен хат келді дегенді естімейін. Хаттың бізге керегі де жоқ. Көңілде ақшыға алаулатып жаулығың, апа хәлің жақсы ма, мықты ма денсаулығың, мың оралы бойыңа былтыр ұшқан бір құсың, қара жолдың бойына қарай жүрмесін. Барам апа көктемде жаңбыр сеуіп өткенде, алтай алға таққанда. Амансыз ба апа? Есенсіз ба көке? Қал жағдайларыңыз жақсы ма? Денсаулығыңыз мазалап жатқан жоқ болар. Көкемнің аяғы қалай? Бізде бәрі жақсы. Тек сіздерді сағындық. Барайын десек, жұмыстан қолымыз босамай жатыр. Жаңа жылға таман міндетті түрде барып қайтамыз. Беттеріңізден сүйдік. Май гүліне балаған қош айтысып елменен, мен бір ботаң анажан, мейіріміңе шөлдеген. Барам апа көктемде жаңбыр сеуіп өткенде. Назия, Есташ! Назия! Сәлем. Сәлем. Не істеп жатсың? Үйдем айда жете. Жүрсе қыдырып қайтайық. Қашып кетсей? Назия, кім ол, Мен қазір. Олардың көңілдері тым қатты құлазып жүр. Әсіресе атам. Білмеймін, бала шағасының есімін атап шығады. Ал
ауыл болса ол кісілерді мазақтаудан шаршамайды, бала шағасы тастап кеткен деп. Міне содан кейін ғой өзім ойдан өтірік хат жаздым. Бірақ есесіне ол кісілердің кішкене болса да көңілдерін жаздым деп ойлаймын. Дидар. Ал егер олар сенің өтірік хат жазып жүргенді біліп қойса ше? Білмеймін, Назия. Ол жағын ойламаппын. Маған қазір маңыздысы ол кісілердің кішкене болса да көңілдегі жарасын жазу. Міне сол мен үшін маңызды болып тұрған қазір. Иә, ауылдағы жұрт айтатын. Ол кісілердің балдары қала кеткеннен бері әлі бір ретте келмеген деп. Иә. Қалайша өзім туған әке-шешесін тастап кетеді деген? Сол ғой. Ата апатқа ұшырағаннан бері, тіпті аяғынан айырылғаннан бері бір ретте келмеген ғой. Иә. Содан бері ауыл тұрғындары да олармен араласпайды. Өздері де ешкіммен араласпайды ғой тіпті. Жұрттың сөзінен қашқақтайтын жер. Ол кісілер тастап кетуге қалайша дәттері бар деген? Өздері жаурап жүрген жоқ па екен? Түсінбедім. Балаларды айтам. Балалар ма? Бәрі аман бекен әйтеуір. Ой, жаман шалай. Не болса жаманды ойлап отырады екенсің. Олар аман, әзірге өлмейді. Балаларға неменесіне ренжисің, кемпір? Түкті ренжіп отырған жоқпын. Енді қайтсын. Заман ағымы солай болған соң. Жұмыс деп. Жұмыс болса не? Жұмыс. Жұмыс сонда әке-шешесін ұмытсын, хабарласпасын деген жұмыс бекен соншама ол? Мені қоя берші. Өйтіп-бүйтіп өлмеспін. Денсаулығы жоқ. Ана әкесін бір мезгіл ойлауға болмай ма? Соған ашуланам ғой шалау мен. Жат енді. Салмағында. Түйенің салмағындай болып кеткен ба? Әлде мені күшім қайтайын деген ба? Сені де әбден қинап жібердім ау. Масыл болып саған. Ой. Қайдағын айтасын ау. Қайдағы масылдық. Жүрміз қой қақшаңдап алдыңда. Өз аяғыңмен жүру енді ек талай деп. Кім айтты оны? Дәрігерлер ме?
от тапты. Олар құдай ма екен? Сонша, сондай деп айтатындай. Онан да жат. Мен қазір Сен тым қысқа жалған біле жүр. Сен мұңайғаныңмен күле біл. Сен жылағың келсе шын егіл, өз қалауынша жүре біл, сөре білер күн. Өтер де кетер бұл өмір. Бұл өмір, біліп пен сырын, үміттен бұрын. Бұл өмір, қонардай бағым, болардай бәрі сенеді адам. Тым қалады әркез көңіл құр, шын сүйініш таппай сенім жүр. Сен өзіңе өзің сеніп жүр, жаныңа кім бар жұбаныш, қуаныш мұңы. Қатар жүретін өмір бұл. Бұл өмір, біліп пен сырын, үміттен бұрын өледі адам. Бұл өмір, қонардай бағым, болардай бәрі сенеді адам. Бұл өмір, біліп пен сырын. азаннан кешке дейін бет аузы қап-қара болып үйге кірмеуші еді. Мәуленім болса, анау өрікті алдың үстінен түспейтін. Бір күні соның үстінен құлап, аяғын сындырған есіңде ме? Иә, есімде. Иә. Аудан орталығына ауруханаға апарамыз деп, әлгі ешек құрғыр. Я жүрмейді, я қоймайды. Әптен мазамызды алды емес па? Иә. Міне, балалар, сол сияқты әрбір заманның өзінің дәуіріне сай, сол кездегі өмір сүрген адамдарына сай үлгі тұтатын тұлғалары болған. Мысалға, Мәншүк Маметова, Жамбыл Жабаев, Абай Құнанбаев, одан қала берді Қажымұқан Мұңайтпасов сынды. Міне көрдіңдер ма? Одан кейін ондай үлгі тұтатын адамдар мына біздің дәуірде де, біздің заманда да көп кездеседі. Мысалға, Изат Сатырғанов, Мақпал Жүнісова, Геннадий Головкин, Мейрамбек Беспаев, Ағлан Қожабаев. Міне, жарайсыңдар балдар. Көрдіңдер ме? Әрқайсының өздеріңнің үлгі тұтатын тұлғаларың бар екен, Міне, біреулерің жаңағыдай спортшы болуды армандайсыңдар, біреулерің әнші болуды армандайсыңдар. Ал енді мынау бейтіндер.
үйге тапсырма. Менің үлгі тұтар батырым. Менің үлгі тұтар батырым. Міне осы тақырыпта үйде шығарма жазып келеміз. Не депті хаттарында? Не дейді? Сағындық. Өйттік, бүйттік дейді. Көкем қалай апа? Қуанып жатқан шығар. Иә, қуанады ғой. Иә, әрине. Осы апа, көрші деген атағымыз болмаса, бір-біріміздің халымызды сұрауға мұршамыз да келмейді ғой кейде. Иә, қарағым. Дидар үйде жоқ па, апа? Бүгін бір қосымша сабағым бар деген сияқты еді. Апа, осы сізден бірдеңе сұрағым келеді де тұрады осы. Иә, сұра. Дидар осы үйде тұрған үшін неше төлейді? Оны не қылайын деп едің? Апа, жай сұрағаным ғой. Онда тұрған не бар екен? Осы менде үйге квартирант алып ақша тапсам ба деймін. Тіпті шал екеуміз 4 қабырғаға қарап шаршадық. Ой, апа, өзіңіз білесіз, не бала жоқ, не басқа жоқ. Тіпті кейде бір-бірімізге айтарға сөз таппай ұрсып қала береміз. Ай, анау шал қайда кетті кемпір деп іздеп атқан шығар қарағым. Шалма барайын. Шай ішпедіңіз бе, апа? Иә, ішем ғой. Үйбай, алжыған неме десейші. Адамға қалай сөйлеу керек екенін білмейді осы кемпір. Пішті, онда нең бар деп қояды маған. Өзі квартирант жалдап бизнес жасағанда бәледей. Ел жұрт ақша табайын десе тіпті көре алмайды. Ажахар Алтайұлы. Да, Сәке, ассалаумалейкум. Иә, Джо, шаруалар жүріп жатыр, Сәке. Сәке, мен тыңдаңызшы, компанияда, жоқ, Сәке, компанияда товар жоғалған, бірақ бәрі маған жауып жатыр. Менің ешқандай қатысым жоқ ол жерге. Жоқ, мен тым болмаса түсіндірейін сізге. Сәке, мен сізге дауыс көтеріп жатқан жоқпын. Сәке, тыңдаңызшы мені. Дұрыс қой, мен... Жарайды, білген істесінші. Кетші. Бүгін мен азаматты көрдім. Өзінің армандарында айтып жатыр. Ол туралы өзінің пікірін өзгерді ме? Бәлкім қасына жақындап, қол алысып, дос болайық. Бірге жерімізді көрсетейік. Ай, Еркінбек.
Ана көрші келіп кетті үйге. Қаладағы балаларына хат келіпті. Үйбай, Мәулен мен Жахан ендігі мықты болып кеткен шығар. Күләнді апай өзінше болып кеткен ай. Ананы айтсам жақтырмайды, мынаны айтсам жақтырмайды. Как будто бала суда ғана бас сияқты. Пішту, керек еді. Ана кіші қызы бір алқашқа тиіп алған деуші еді. Бірше айлап ішіп жатып алатын. Көке, осы сен біреудің отбасында не шаруаң бар, а? Алқаш па, басқа ма? Немене, ендігі сөйлеуге де болмай ма маған? Өз үйінің шаруасына еге болсайшы. Үйде адам құсап, телевизорда көре алмайсың. Уйбай, телевизор дейді ғой. Бала тап оданша. Одан кейін көресің ол бәлеңді. Сұрады бірақ пенальтиде сұрамаған балаға білесіздер сүт жоқ. Калидуриге пенальти жоқ қазір. Бірақ ол сұрады. Синончинге бұл нағыз шахтерге берілген футболшы десек болатын шығар. Райан Гиггс Манчестерде 20 жыл қалай ойнаса, бұл футболшыда тура сондай сенімдіктен, сондай бір ержегендіктен бір өнер көрсетуде. Қарағандылық шахтер сапында қаншама футболшы ауысты, қаншама бапкер ауысты, тіпті қаншама директор, қаншама клубтың әкімшісі, жай ғана еген жуғысы да ауысты, бірақ Синончинге ауысқан жоқ соңғы бір 15 жылдың ішінде. Міне, осындай бір мысалмен келтірсек болатын шығар. Бұл футболшының демек Қарағандылық шахтердің символы десек болатын шығар. Бұзған екен, иә. До конца соңына дейін ойнағысы келген екен. Қазір ойыншы жанкүйерлердің айқайлап жатқандығында қазақтың футболистер соңына дейін ойнаңдар деген 2 метр жерден теуе алмайды. Әлбетте мұндай жағдайлар алдыңа келіп бір тепсейші. түсінікті Кападзамен 2-1 ойыншының ортасынан өтіп кеткісі келген жігіттер тұтап отыр шынын айтқанда. Бірақ әрине футбол әлемінде көп нәрсе жеңген жоқ, бірақ дей тұрғанмен де футбол тарихында жанкүйерлердің жадында біршама уақыт қалатындығы сөзсіз. Футболист жүріс шешеміз. Ғұмыры өте қызықты. Францияның екінші лигасында 28 жасында екінші лигасында ойнап жүрген футболшы. Мен келдім. Менің алтын қызым келіп қапты екен. Қалай, сабағың жақсы ма? Адя, бар бөлмеңе. Киімін ауыстырып кел. Тез. Барабыз. Пәтеріне егесі келді. Назанды. Бәле болса ол да. Бәле болды ғой өнес. Тура бір өзіңнің пәтерінде отырған секілді сөйлейсің ғой. Сөйлестің бе ағаңмен? Не жөнінде?
Ақша сұрадың ба? Жоқ ей. Оның жұмысында біреулер подставить етті. Оған үлкен ақша керек болып жатыр екен. Не болып қапты? Білмедім. Ашып айтпады. Қоймадан бір заттар ұрланған дей ма? Соның бәрін Жаһардың мойнына іліп отыр екен. Тағы да сылтау табылды десе. Қиқылдай бермеші. Көке, мен қиқылдасам не бопты? Отырсын ғой анау доп қуалаған 10 адамыңды түгелдеп. 10 емес, 11. Маған десе бар ғой 1000 болсыныш. Саламатсыз. Тоқташ. Біздің Дастанды көрдің ба? Дастан шашқан үйінің алдында отыр. Сашка. Давай. Давай. Сақал досшын. Давай. Ал қояп. Ақ қояп. Мен бір күн депутат болғанда ше, жігіттер. Депутат! Немене депутат! Боламайды деп бастыр міне. Сенбейсіздер ме сонда маған? Маған сенбейсіздер ме сен екеуің? Сен. Боласың сен. Боласың сен. Вот. Мен депутат болғанда біздің районнан бар ғой. Арақ шығаратын завод ашам беу. Олда бүйтіп, шлангмен тартып, үйден шығарып қояқ та. Басы жаман қатысы дейді. Ей, идея. Досым, қатып беремей. Мен шлангын Испаниядан шығаршы. Шем жатам. Давай. Осың. Дастан. Міне, заводтың директоры келді. Менің фахурам. Жақсы осындай. Ешқайсыларында ят жоқ екен, Сен депті еркек дейді ау, Жүре болай. Қош Жүр бол, қайт қойге. Бара берші, жүрші! Жүр бол. Жүр бол. Барам дедім ғой. Жүр бол тез-тезе. Жіберші. Досым, Өлман, қатыннан қорқақ. Мен қорқпайым. Қатын жоқ менде. Қатын жоқ десе. Завод үшін директор үшін. Дастан, қойш болды, шаршамадың ба, Адамды шаршатып жібердің ғой. Ой, Ішіп жүресің.
Dostlarım aldı. Şermende. Сен намазға жалған біле жүр. Сен мұңайғаныңмен күле біл. Сен жылағың келсе шын егіл, өз қалауынша жүре біл, сөре білер күн. Өтер де кетер бұл өмір. Бұл өмір, біліп ем сырын, үміттен бұрын. Бұл өмір, қонардай бағы, болардай бәрі. Қалады әркез көңіл ғұр, шын сүйініш таппай сенім жүр.